Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге арнайы пәндер оқытушысы Боисова Ибрагимова. Сіздермен бірге бүгін тігін өндірісінің жабдықталу пәні бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы ылғалды жылулық пен өңдеу жабдықтарының түрлері және қолдану ерекшеліктері. Сабағымыздың мақсаты білім алушылардың теориялық білімдерін толықтыра отырып, ылғалды жылулық пен өңдеу жабдықтарының түрлеріне және қолдану ерекшеліктері туралы мағлұмат беру. Сабағымыздың жоспары үтіктердің құрылысы және оны қолдану ерекшеліктері, ауалы булы манекендердің түрлері және қолданылуы, престердің түрлері және оның қолданылуы туралы айтып өтпекпін. Өткен тақырыптарға шолу жасай отырып, сіздердің білімдеріңізді бекітеміз. Ең алғашқы қай ғасырда тігін машинасы пайда болды? Алғашқы тігін машинасының жобасын кім ұсынды? Тігін машиналары қалай жүктеледі? 827 М классы тігін машинасы қандай операцияны орындайды? Әмбебап тігін машиналары туралы айтып беріңіз. Ине қандай қызмет атқарады? Қайық тігін машинасының қай жерінде орналасқан? Арнайы тігін машиналары қанша операция орындайды? 97 А классы тігін машинасы қандай жұмысқа арналған? 525 класты тігін машинасы туралы айтып беріңіз деген осындай өткен тақырыптарға шолу жасап, осындай сұрақтарға жауап берулеріңізді өтінемін. Енді жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын тігін жұмыстары кезінде ылғалды жылулық пен өңдеу жұмыстары не үшін қажет деген сұраққа жауап береміз. Не үшін қажет деген сұраққа жауап беретін болсақ, бірінші матаны тегістеу үшін, бұйымның тігістерін жатқызу үшін, бұйым бөлшектерін созу және отырғызу үшін, бұйымға желімдік материалдарды желімдеу үшін, бұйымға форма беру үшін, міне осының барлығы ылғалды жылулық пен өңдеу жұмыстары осы үшін қажет екен. Киімді дайындау барысында ең маңыздысы киім бөлшектері мен киімге ылғалды жылулықпен өңдеу процесін жүргізу болып табылады. Тігін бұйымдарын ылғалды жылулықпен өңдеу дегеніміз, бұйымның бір бөлігін, бөлшектерін немесе тұтас бұйымды ылғалды жылулықпен қысым арқылы арнайы құралдың көмегімен өңдеу болып табылады. Үтік киім-кешектердің қыртыстарын тегістейтін, яғни үтіктейтін тұрмыстық техника. Бұл жерде сіздерге үтіктің түрлері берілген. Бірінші қарапайым үтік. Ол қарапайым үтік қазір еш жерде өндірілмейді, себебі ол тек қана құрғақ үтіктеуді ғана орындайтын болғандықтан, ол қазір сұраныста жоқ. Екінші бумен жасайтын үтік. Ол бумен жасайтын үтік қазіргі заманғы үтік. Бумен бейнелеу мүмкіндігі бар. Оның көмегімен киіміңізді үтіктеуге болады. Олар буынның бетіне тамаша сырға отырып, бүйірлерінде ойықтар бар. Бұл түймелердің арасында үтіктеуге үлкен мүмкіндік береді. Бұл үтіктері парагенератор деп айтамыз. Өндірістің бұл үтіктері оларды үлкен көлемдегі жұмыстарды атқаруға болады. Одан кейін қол үтіктері. Қол үтіктері бұл кішкене ғана үтіктер, бұл көбінесе саяхат үтіктер деп аталады. Бұл жерде қол үтіктерінің өте қарапайым функциялары бар. Келесі бұл жерде үтіктің құрылысы берілген. Бұл жерде стрелка арқылы көрсетіп тұрған судың батырмасы, үтіктің тұтқасы, мына жерде термостат тұтқасы, бұл жерде жаңағы реттегіш, температура көрсеткіші, максималды су деңгейін көрсеткіші, қыздыру элементі, бұл жерде табаны көрсетілген, және су шашатын түймешігі, және корпусы, су құятын шүмегі, және буды реттеп отыратын бұл реттегіші. Бұл жерде осылай үтіктің құрылысы берілген. Үтіктің табаны көбінесе алюминийден жасалады, тотпайыстыратын болаттан жасалады және керамикадан жасалынады. Үтіктің табаны көбінесе матамен тікелей жанасатын темір элементі болғандықтан, бұл ең алдымен заттың қаншалықты жақсы, дәл және тиімді үтіктелетінін анықтайды. Үтіктің табанына бірқатар негізгі талаптар қойылады. Киімге жұмсақ әсер ету керек, қаралатын матаға қарсы минималды үйкелісі болу керек, ұзақ мерзімділік және зақымданудан қорғау керек, жылудың табанның бүкіл бетіне біркелкі таралуын қамтамасыз етуі керек. Енді келесі үтіктеу үстелдері. Бұл жабдық үтіктеу бетінің қыздыру түрінің вакуумдық сорғыштың болуымен ерекшеленетін кең таралған түрлерінің бірі. Конструкциясы бойынша үтіктеу үстелдері орталық тіреуішке негізгі үтіктеу жастықшасын орнатумен ерекшеленеді. Әртүрлі пішіндегі, өлшемдегі қосымша жең жастықшаларын үтіктеу үстелдерін пайдалануға мүмкіндік береді. Ол жерде иық тігістерін үтіктеуге, жеңдердің төменгі тігістерін үтіктеуге болады. Алдарыңызда үтіктеу үстелдері берілген.
Үтіктеу бұл жалпы өнімнің эстетикалық көрінісін сақтауға мүмкіндік беретін, уақытты қажет ететін, бірақ пайдалы процедура. Жуу кептіруден кейін матаны үтіктеу керек, себебі үтіктелген заттарға кір аз жабысады, олар ұқыпты көрінеді. Жақсы және дұрыс үтіктелген киімді лайықты деп санауға болады. Жалпы ұқыптылық адамның жақсы қасиеті. Ұқыпты адам таза киім киеді және ұқыпты жүреді. Бұл ережені барлықтарыңызға белгілі. Енді ауалы болу манекендер. Жалпы бұл ауалы манекен иықты тігін бұйымдарын соңғы ылғалды мен жылулықпен өңдеуге арналған. Манекен желдеткіштен, негіздемеден және жылуға төзімді матадан жасалған қаптама киілген белгілі бір өлшемдегі фигура пішіні бар арқаудан тұрады. Дайын бұйымды манекенге кигізіп түзейді, жиектерін арнайы қысқыштарымен суретте көрсетіп тұрып бекітеді және ауаны қысып толтыратын желдеткішті қосады. Нәтижесінде бұйымдағы барлық қыртыстар мен қатпарлар жазылып тегістеледі. Одан кейін бұйымды улайтын жылытылған буды жазып тегістелген күйдегі бұйымды қорғатуға арналған ыстық ауаны жібереді. Осы операцияларды орындалғаннан кейін бұйымды ешқандай қыртыс қалмайды және қолдана беруге болады. Алдарыңызда ротонди бу манекені. Бу манекен пиджак, пальто, плащ және курткалардың соңғы ылғалды жылулықпен өңдеу операцияларында қолданады. Өңдеу барысы 9 бағдарлы цифрлы компьютермен автоматтандырылған. Манекен қапшығы бар гардеробтың қондырғымен, басқару компьютермен, қапшықтың көлемі реттегіш планкамен жабдықталған. Алдарыңызда Батистелла Италия фирмасының ауалы болу манекендері. Бірінші ауалы болу манекенде сыртқы киімдерді үтіктейді және мұнда екінші шалбар бұйымдарын, бел бұйымдарын ауалы болу манекен, ауалы болу жуудан өткізеді. Келесі үтіктеу процесі. Пресстерді ішкі процестік және соңғы ылғалды жылумен өңдеу операцияларында қолданады. Технологиялық мүмкіндіктері бойынша олар әмбебап және арнайы болып бөлінеді. Әмбебап пресстерде әртүрлі операцияларды орындайтын жылулы және ауалы қалыптар мен жасықшалар қолданылады. Бұл жерде Ротонди фирмасының әмбебап пресі будың вакуумдық жетектің педальдың қосылуымен, үстіңгі жасықтардың интрикпен түйісуімен ерекшеленген. Алдарыңыздағы пресс бұйымның жағаларын және пиджактардың лацкандарын үтіктеуге арналған. Екінші иықты киімдердің және пиджактың иық бөлдеуін үтіктеуге арналған пресстер. Ал бұл пресстер желімдік материалдарға бұйымға желімдеуге арналған пресстер. Бұлар матаға желімдік материалдың бекітілуіне байланысты циклдік пресстерге және типтік пресстерге бөлінеді. Пресстер дизайнымен, өлшемдерінің, жетектің түрімен, пресс жасықтарының қыздыру элементтерімен және автоматтандыру дәрежесімен ерекшеленеді. Пресстер температура реттегішімен жабдықталған. Бұл цикл автоматты түрде орындалады, ал оператор тек прессті қосып, өнімді қояды және шығарады. Сабағымыздың жалпы реті осылай. Енді сіздерге үйде тапсырма. Бұл жерде тапсырма сәйкестікті орнату. Өткен сабағымызға байланысты біз осы бағандағы тұрған сөйлемдердің бәрін, сөздердің бәрін өткен сабағымызда қолдандық. Осыларды сіздер бір-бірімен байланыстыра отырып, үтіктің құрылысына байланысты дұрыс сәйкес жауаптарын белгілейтін боласыздар. Екінші тапсырма толықтыру тапсырмасы деп айтылады. Бұл жерде сіздер сызықшаның орнына керекті сөздерді жазып, сөйлемді аяқтайтын боласыздар. Үшінші тапсырма дұрыс және бұрыс әдісі. Бұл жерде сіздер техника қауіпсіздігі бойынша дұрыс бұрысын анықтайтын боласыздар. Осы жалпы тапсырмаларды орындағаннан кейін сіздер осы критерийлер бойынша мен бағалайтын боламын. Кері байланыс ретінде интервью тәсілімен сіздер берілген кестені толтырасыздар және оны кері байланыс ретінде маған жіберетін боласыздар. Үй тапсырмасы бүгінгі тапсырманы толық меңгере отырып, талдап, қысқаша конспектілеп, бақылау сұрақтарына жауап жазып, үй жағдайында тұрмыстық заттарды, төсек орын жабдықтарын үтіктеп, техника қауіпсіздігін сақтай отырып, тәжірибе жүзінде көрсетіп, қайтадан маған салатын боласыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет, сәтті күн тілеймін баршаңызға.